Саламатсыңдар, Арыс қаласының номер 17-ші колледж студенттері. Мен Сатынбекова Маржан Әбдіқадырқызы сендермен бірге физика сабағында Герц тәжірибелері, радио байланыс принципі, қазіргі заман байланыс құралдары, жұлдыздардың радио сәулелері атты тақырыбын қарастырамын. Бүгінгі сабақта электромагниттік өріс туралы Максвелл теориясымен танысамыз. Герц тәжірибесінен электромагниттік толқындар туралы мағлұмат аламыз. Радио байланыс принципімен танысамыз. Алдымен есімізге түсіріп кетейік. Жиілігі жоғары тербелістерді тербелмелі контур көмегімен алуға болады. Тербелмелі контур сыйымдылығы S болатын конденсатордан және индуктивтілігі L болатын катушкадан тұратын тұйық жүйе. Контурдың индуктивтілігі мен сыйымдылығы аз болған сайын тербелістің жиілігі үлкен болады. Бұл формула Томсон ережесінің нәтижесінен шығады. Тербелмелі контурда электр өрісінің энергиясы магнит өрісінің энергиясына және керісінше құбылыс бақыланады. Тұйықталған контур ішінде магнит өрісі тек катушка ішінде, ал электр өрісі тек конденсатор пластиналарының арасында болады. Контурдан тыс аумақта электромагниттік өріс болмайды. 1860-1865 жылдары Максвелл электр және магнит өрістері туралы Фарадейдің идеялар негізінде және көптеген тәжірибелер нәтижелерін қорыта келе, зарядтар мен тоқтар жүйесі туғызатын электромагниттік өріс теориясын жасады. Максвелл теориясының идеялары магнит өрісі кез келген қоршаған кеңістікте құйынды электр өрісін туғызады. Айнымалы электр өрісі әрқашан құйынды магнит өрісін тудырады. Электромагниттік өріс кеңістікте электромагниттік толқын түрінде тарайды деді. Осы теориясының дұрыс не бұрыс екенін дәлелдеуде эксперимент басты рөл атқарады. Неміс ғалымы Генрих Герц 1887-1888 жылдары электромагниттік толқындарды эксперимент жүзінде ашты. Конденсатор астарларын бір-бірінен алшақтатсақ, электр өрісі кеңістіктің кеңірек аймағын қамтиды. Конденсатор сыйымдылығы төмен болған сайын Томсон формуласына сәйкес жиілігі артады. Катушканың орам санын кеміте отырып, индуктивтікті төмендетуге болады. Конденсатордың пластина аудандарын төмендетіп, катушканы жазып, түзу сымның кескінін алуға болады. Бұл ашық тербелмелі контур деп аталады, немесе Герц вибраторы деп аталады. Герц жасаған тәжірибеге ұқсас тәжірибе жасап көрейік. Электромагниттік толқындарды жіберу және қабылдау процесін жоғары кернеу көзінің көмегімен алуға болады. Онда екі стержень бекітілген, арасы ашық аралықпен бөлінген. Қабылдағыш дәл сондай екі стерженнен тұратын болса, олардың арасы да ауа кеңістігімен ажыратылады. Қабылдағыштағы стержендер осциллограф пен сым арқылы қосылған делік. Сигналдың жоқтығын экран бетіндегі тек горизонт түзу ғана береді. Кернеу көзін қосайық. Оның жұмыс жасауын стержень арасындағы ұшқынның пайда болғанынан білуге болады. Осциллографтағы көріністен қабылдағышта пайда болған электромагниттік тербелістер бар екендігін айтуға болады. Ал кернеу көзінен шыққан ұшқындық заряд тоқтаса, онда қабылдағыштағы осциллографта да сигнал тоқтайды. Әрбір ұшқындық заряд осциллографтың жоғарғы жиілікті импульстер түрінде көрінісін табады. Герц тәжірибелері тұңғыш рет электромагниттік толқындарды таратуға
болатындығын көрсетті. Оның тәжірибелерінде толқынның таралуы аз қашықтыққа, яғни 1-2 метр көлемінде ғана жүзеге асырылған еді. Алыс қашықтыққа сымсыз таралуына Герцтің өзі күдікпен қараған еді. Тұңғыш рет электромагниттік толқынды сымсыз байланыс жасау үшін қолдануға болатынын 1895 жылы 7 мамырда орыс ғалымы Александр Степанович Попов Ресейдің физика-химия қоғамының мәжілісінде тәжірибе жасап көрсетті. Попов электромагниттік толқындарды тіркеудің сенімді және жақсы сезгіш тетігі Кагерерді қолдан. Оны Поповтың ашқан жаңалығынан 5 жыл бұрын сезімталдығы нашар Герцтің ұшқындық қабылдағыш вибраторының орнына басқа тәсілді қолдануды ұсынған француз физигі Бранли еді. Өзінің жасаған аспабын Бранли Кагерер деп атаған. Кагерер 2 электроды бар шыны түтік, оған ұсақ металл үгінділері салынған. Қалыпты жағдайда Кагерердің кедергісі үлкен болады. Өйткені үгінділердің бір-біріне түйісуі нашар. Поповтың қабылдағышы Кагерерден электромагниттік реледен электр қоңырау мен тоқ бөлім тұрады. Алғашқыда Попов өзінің қабылдағышы найзағайдағы электроразряды кезінде пайда болатын электромагниттік толқыны тіркеу үшін қолданды. Оны ол найзағай тіркегіш деп атаған. Антеннаға жеткен жиілігі жоғары электромагниттік толқын еркін электрондардың еріксіз тербелістерін қоздырып айнымалы ток бұзады. Айнымалы кернеудің әсерінен үгінділер арасында электрлік ұшқындар туады да, үгінділер піседі. Кагерердің кедергісі 100-200 еседе күрт кемейді. Жайшылықта Кагерердің кедергісі өте үлкен болғандықтан реле қоңырау тізбегін тоқ көзіне қоса алмайды. Енді электромагниттік толқын келгенде электр қоңырауының тізбегі Кагерер арқылы тұйықталады. Балға Кагерерді соғып, толқын келгенін хабарлайды. Электромагниттік толқын аяқталысымен қоңырау тізбегі ажыратылады. Өйткені балға қоңыраумен бірге Кагерерді соғады. Кагерерді сілкіп қалғанда оның кедергісі қайтадан бұрынғы үлкен мәніне ие болады да келесі толқынды қабылдауға дайын тұрады. Осы сұлбаға сүйене отырып, радио байланыстың негізгі физикалық принципін жүзеге асыруға болады. Таратқыш радиостанцияда жоғары жиілікті тербелістер генераторы, антеннада қоздыратын жиілігі жоғары айнымалы ток кеңістікте шапшаң өзгеретін электромагниттік өріс туғызады да, ол электромагниттік толқын түрі. Қабылдағыш антеннаға жеткен электромагниттік толқын тарату станциясына қандай жиілікпен жұмыс істейтін болса, жиілігі дәл сондай айнымалы ток туғызады. Қабылдағыш антеннаға қосылған тербелмелі контур резонансқа түсу нәтижесінде жиілігі бізге қажетті таратқыш радиостанциясының жиілігіндей еріксіз тербелісті ғана күшейтіп бөледі. Радио байланыстың дамуының ең маңызды кезеңі 1906 жылы американдық инженер Форестің 3 электродты шамды триодты ойлап шығарумен байланысты. Триод негізінде 1913 жылы өшпейтін электрик тербелістердің шамды генераторы жасалынды. Соның нәтижесінде электромагниттік толқын арқылы енді музыканы, сөзді, яғни дыбысты қашықтыққа тарату жүзеге асырылады. Оны радиотелефондық байланыс деп атады. Төменгі жиілікті электр тербелістерге сәйкестендіре отырып жоғары жиілікті электромагниттік тербелістерді басқару жоғарғы жиілікті тербелістерді модуляциялау деп аталады. Модуляция деп отырғанымыз жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерінің бірін, амплитудасын, жиілігін, немесе фазасын төменгі жиілікпен баяу өзгертетін процесс. Радио байланыста амплитудалық, жиіліктік және фазалық модуляция қолданылады. Жоғары жиілікті тербелістерді тасымалдаушы жиіліктер деп атайды. Өйткені олар дыбыс жиілігіндегі тербелістердің тасымаушылары рөлін атқарады. Сонымен бүгінгі сабағымыздың негізгі қорытындылары.
Максвелл теориясына сәйкес, магнит өрісі кез келген қоршаған кеңістікте құйынды электр өрісін туғызады. Айнымалы электр өрісі әрқашан құйынды магнит өрісін тудырады. Яғни электромагниттік өріс кеңістікте электромагниттік толқын түрінде тарай алады. Эксперимент жүзінде Герц бұл тұжырымды дәлелдеді. Антеннада қоздырылатын жиілігі жоғары айнымалы ток кеңістікте шапшаң өзгеретін электромагниттік өріс туғызады да, ол электромагниттік толқын түрінде тарайды. Қабылдағыш антеннаға жеткен электромагниттік толқын таратқыш станция қандай жиілікпен жұмыс істейтін болса, жиілігі дәл сондай айнымалы ток туғызады. Сонымен бүгінгі сабағымыздың қорытындысы ретінде балдар сендермен тесттік жұмысты өткізіп көрейік. Сонымен бірінші тесттік сұрақ: Максвеллдің электромагниттік теориясының тұжырымдамасы қандай? 3 жауап беріледі. А жауабы: айнымалы электр өрісі әрқашан құйынды магнит өрісін тудырады. Б жауабы: тұрақты магнит өрісі тұрақты электр өрісін береді. С жауабы: айнымалы магнит өрісі тұрақты электр өрісін тудырады. Екінші сұрақ: кеңістікте таралу үшін Герцтің тәжірибесіндегі құрылғы қалай аталады? Электромагниттік тербелістер кеңістікте таралу үшін Герцтің тәжірибесіндегі құрылғы қалай аталады? А. Жабық тербелмелі контур. Б. Ашық тербелмелі контур. В. Генератор. Радионы ойлап тапқан адам: А. Максвелл. Б. Герц. С. Попов. Модуляция деген не? Жиілігі жоғары тербеліс пен төменгі жиілікті тербелістердің қосу процесі. Келесі жауап: жиілігі төмен тербеліс пен жиіліктерді қосу процесі. Және үшінші жауап: жиілігі жоғары тербелісте процесі. Соған сәйкес детекторлер деген не? Жиілігі жоғары тербелістерді қосу процесі, жиілігі төмен тербелістерді алу процесі және төменгі жиілікті сигналды қалпына келтіру процесі. Сонымен балдар, үйге тапсырма. Физика оқулығы бойынша параграф 3-1, 3-3, 3-6, 3-7, 3-8 және төмендегі мынандай сұрақтарға жауап береміз. Фарадейдің қандай идеялары Максвеллдің теориясына жалғасын тапты? Құйынды электр өрісінің көзі не? Неліктен жабық тербелмелі контур электромагниттік толқындарды шығарып тарата алмайды? Қандай физикалық процестер электромагниттік толқын көзі болып табылады? Радиобайланыстың негізгі принциптері қандай? Төменгі жиіліктегі электромагниттік толқын арқылы радиобайланысты жүзеге асыру не себепті мүмкін емес? Модуляция деген не? Радио қабылдағыштағы антенна не үшін керек? Сонымен балдар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.